Танымал әнші жайлы жылы мәлімдеме. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын таңыз. Қайрат Нұртас тағы бір бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Танымал әнші Қайрат Нұртас тағы бір бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Өнерпазға концерт кезінде бейәдеп сөз айтқанымен қоса көліктік қауіпсіздік белгісін тақпай жүргізгені үшін айыппұл салынды. Телеграм желісінде Егоп-пресс арнасында Қайрат Нұртас пен тағы бір қазақстандық әнші Хироның видеосы жарияланған. Бейнежазбада әртістер музыканың дауысын қатты қойып, көлікте келе жатқанын көруге болады. Бұл жағдай бойынша Қайрат Нұртасқа көлікте қауіпсіздік белгісін тақпағаны үшін айыппұл салынды. Құқық бұзушыға қарсы шаралар қолданылды. Көлікте қауіпсіздік белгісін тақпай жүргізгені үшін ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Естеріңізде болса, заң бойынша қауіпсіздік белгісін тақпағаны және көлік жүргізу кезінде телефоннан пайдаланғаны үшін жүргізушілерге 18.460 теңге айыппұл салынған. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.